Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, жеңіл, оңай дайындалатын пирог банофи пай пісіреміз. Ол үшін бізге 300 грамм ұнға, 180-200 грамм сары май үй температурасында еріп тұрған қосамыз. 50 грамм қант қосып араластырамыз. Немесе үгітеміз, крошка жасап. 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. 1 жұмыртқа қосып қамыр илейміз. Песочное тесто болады. Қамырымызды жайып, жұқалап, пирог пісіретін формаға саламыз. Қамырымыздың артығын кесіп тастаймыз. Видеода көрсетілгендей. Қамырымызды көтеріліп кетпеу үшін вилкаменен тесіп шығамыз. 180 градуста 15 минут пісіреміз. Енді коржға вареный сгущенка немесе карамель жағып шығамыз. 2 бананды тазалап, дөңгелек етіп тураймыз. Карамельдің үстіне қойып теріп шығамыз. Видеода көрсетілгендей. 500 грамм сливкиге 50 грамм қант қосамыз. Қою крем болғанша миксерлейміз. Кондитерлік қалтаға кремімізді салып, бананның үстіне кремімізді әрлеп шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Банофи пайымыз дайын, өте дәмді, жеңіл пирог. Отбасыларыңызға, қонақтарыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.